Желіде сұмдық ақпарат тарады. Барша хабардары болсын. Сәлем қымбатты көрермендер, каналымызға қош келдіңіздер. Әлемдегі және Қазақстандағы жаңалықтарды алғашқылар қатарынан біле отырғыңыз келсе, арнадағы подписация және бір ғана лайк түймелерін баса отыруды ұмытпаңыздар. Ал ендеше бастадым. Жезқазғанда 5 жасар бала бір топ тұрғынды қағып кетті. Оқиға Ұлытау облысының орталығы Жезқазған қаласында болған. Мейрамхананың жанында тұрақты тұрған көлікті оның ішіндегі 5 жасар бала жүргізіп жіберген, себебі қол тежегішін алып тастаған. Денсаулық сақтау басқармасының мәліметі бойынша зардап шеккендердің саны 5-еу. 3 әйел ішкі ағзалары көгеріп амбулаториялық емдеуге жүгінген. Бір ер адамның 4 қабырғасы сынып, ішкі ағзасына зақым келген. Зардап шеккендердің арасында бас жарақатын алған бала да бар. Бізді тамашалауда жалғастырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.